Қазақ әдебиетінің ұлы ардагері Жұмекен Нәжімеденовтың ескерткіші салтанат сарайының алдында орналасқан. Жұмекен Нәжімеденов кіші кезінде өзінің әкесінен айырылып, атасы Нәжімеденнің қолында өсіп, тәрбие алған. Бұл ескерткішті екі адам бір-бірімен нұсқалап шығарған. Біріншісі бұл елімізге танымал Нұрлан Далбай деген мүскінші, және де екінші адам бұл біздің атамыздың жолдасы Нәсіп әже. Ал енді Жұмекен Нәжімеденов атамыздың өлеңінен бір үзінді ұсынсақ. Қоңыр шешем қоңыр кешті жамылып, көзі солап қалып еді қамығып. Қоңыр жолға түсіп едім мен өстіп, қоңыр қайғой маза берер емес түк. Қоңыр өлпі, қоңыр дала қоңырын, қоңыр күймен өтіп жатыр өмірім. Қоңыр күзде қоңыр шаруа күйбеңмен, қоңсаланған қоңыр қызға үйленгем. Қоңыр күй тыңдап ем жасымда, шешем қалды қоңыр түбі басында. Қоян жонға қоңыр өмір түскенде, қоңырайып отырамын үстелде.